Көре алмайтын тек сені жақындарың, көңілге алма, қайтесің мақұл бәрін. Басыңа қиын қыстау түскен сәтте, тек қана айтып қояр ақылдарын. Көре алмайтын тек сені таныстарың, өтірік көрсететін намыстарын. Аяғыңнан шалудан тайынбайды, өзіңнен ұстамасаң алыс бәрін. Көрсе де көрмегендей сыңай қылып, сыртыңнан өсектейді құлай күліп. Көре алмаған бәрібір көре алмайды, тұрса да жоғарыда Құдай біліп. Бұл заман сондай заман болды. Айтайын десең тыңдаушы жоқ, тыңдайын десең айтушы жоқ. Сыртыңыздан жамандайды күндейді, сені өтірік жақсы болып жүр дейді. Айтам десе айта берсін тоқтамай, есті адам оған құлақ түрмейді. Сабырыңды ақылмен басып бақ, ақылы бар адам ғана гүлдейді. Өсекшілер қорқақ иттер сияқты, сырттан ғана қарсы алдыңнан үрмейді. Жаман адам шалып жатса құлатып, жақсы жандар қолын беріп тұр дейді. Сондықтан да ерген сөзді елеме, олардікі қаңқу өсек күрмейлі. Құдыққа тас тастаған адам, ол түбіне жетіп, дауысы естілгенше қарап тұрады. Сол секілді, сені сөккен адамның көбісі жауабыңды күтеді. Ұстамдылықпен көркем мінез танып, өткізіп жібер. Құдық түпсіз екен деп ойласын. Сіз туралы жаман сөздерді айтқандарға ренжімеңіз, керісінше оларды кешіріңіз, себебі олар сізге өз сауаптарын беруде. Мақсатыңызға жетпей істі тастар болсаңыз, онда сіз жай ғана жалқаусыз. Жалқау адам ешқашан жеңіске жетпейді, ал жеңімпаз адам жалқау бола алмайды. Ақылды әйел күйеуіне айтатын сөздеріне қант қосып сөйлейді, және күйеуі айтқан сөздерінің тұзын алып тастап, тәтті етіп тыңдайды. Батылдық деген қорқыныштың жоқтығы емес, батылдық қорқынышпен күресу және оны жеңе білу. Әйел қабырға сүйегі секілді, түзетуге тырыссаң, сындырып аласың. Егер сол күйінде қалдырсаң, иілген күйінде қызығын көресің. Ешкіммен ісің болмасын, көзің соқыр, құлағың саңырау, тілің мылқау болсын. Ақылсыздықты екі белгісінен білуге болады. Ол өзіне пайдасы жоқ сөзді айтады, не біреудің ісіне жөнсіз араласады. Сенбе жұртқа, тұрса да қанша мақтап, әуре деді ішіңде қулық сақтап. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Өмір алма кезек, бүгін сені менсінбегендер, ертең саған бағынышты болады. Адамзат бүгін адам, ертең топырақ. Бүгінгі өмір жарқылдап алдар бірақ. Ертең өзің қайдасың білемісің, өлмек үшін туғансың, ойлан шырақ. Бір адамды сыртынан сөгемін деп, ертең қияметте барлық сауабыңнан айырылып, сорлап қалма. Мінезді бұзатұғын бұзғыштың бірі, кінә сақтап, кекшіл болу. Бұрынғылар айтқан, қас жақсының өкпесі торғын орамал кепкенше, қас жаманның өкпесі басы жерге жеткенше. Шын ниетпен жақсылық жаса, қайтымын күтпе. Біреудің киіміне қарап, өз бағаңды көтерме, мүмкін оның жан дүниесі бағалы шығар. Сені жаратқан Алла, оны да жаратқанын есіңнен шығарма. Ешкім ешкімнен артық емес. Біреуден жәбір көрген жанның дұғасын Алла қабыл етеді. Ешкімге тіліңмен де, іс-әрекетіңмен де зияныңды тигізбе. Өсек айтпаймын десең, күнде аузыңды суға толтырып жүр. Баянсыз махаббатқа, достың зұлымдығына, жаудың қорлығына кездестірмесін. Шаруашылықтың мән жайын шаруадан сұра. Отбасының
көңіл күйін әйелінен сұра, қала берсе балаңнан сұра. Демалыс деген еңбектену, ойлау, көру, қызығу, қуану және күлу. Жесе тоймас, алса бермес, сұраса қоймас, жүрсе білінбес, кірсе көрінбес адамдар әлі бар. Үміт өрге тартады, үмітсіздік көрге тартады. Өзің білгеніңді халқыңа үйрет. Баланы бұзуға, түзеуге себеп болатын бір шарт, жас күнде көрген өнеге. Адам естіп білгені арқылы жетілмейді, еңбек пен іс-әрекет үстінде қалыптасады. Біреудің жанын жаралап алудан сақтаңыз. Әйтпесе ол адамның кек алғаннан кейін ғана ашуы тарқауы мүмкін. Өмір сүрудің екі заңын білген адам бақытты болар. Бірі, не болса соны жей бермей, азығына талғаммен қарайтын жан. Бірі, кім болса сонымен дос болмай, айналасындағы достарын жөнімен таңдай білетін адам. Жігітке бірінші білім керек, екінші ғылым керек, үшінші ұғым керек, өткір тіл керек. Әр халықтың өмірі өзінің тілінде. Тауда жоғалған нәрсені өзен түбінен іздемейді. Өмірдің бар құпиясы бір нәрсеге терең қызығушылық таныту және де басқа мың түрлі нәрселерге қызығу. Малым бар деп мақтанба, боран соқса қайтесің. Басым бар деп мақтанба, ажал соқса қайтесің. Тілім бар деп мақтанба, тіл байланса қайтесің. Бағым бар деп мақтанба, сорға айналса қайтесің. Ақылдан артық хандық жоқ, жомарттан артық хандық жоқ. Бақытты қараңғы күндерде де табуға болады, егер сіз жарыққа бет бұруды ұмытпасаңыз. Қанша данагөйлердің сөздерін оқыдың, миыңа тоқыдың, одан не пайда, егер оны іс жүзінде пайдаланбасаң. Адамдардың көбісі түсінейін деген ниетпен емес, жауап берейін деген ниетпен тыңдайды. Жетістікке жету үшін талантты болуың жеткіліксіз, еңбек етуіңде қажет. Төзім тамаша сипат, бірақ шексіз ұзақ төзуге өмір тым қысқа ғой. Өткен күндегі бар істеріңді таразламай, ұйқыға жатпа. Мен қорқынышты сирек сезінемін деп айта алмаймын. Жалпы мен бұл эмоцияның өмірімде болуын азайтқым келеді. Өйткені бұл жүйке жүйеме қатты әсер етеді. Бір нәрсе туралы айқын білмейінше, оны ұнатуға да, жек көруге де болмайды. Егерде біз армандарымызға қол жеткізуде батылдық танытсақ, барлық армандарымыз орындалады. Қанағатсыз билерді қабан деген, қамшылатқан жүйректі шабан деген, біреудің ақысына зорлық қылған қиянет қияметте жаман деген. Оқу білімсіз өнерде жоқ. Ақын болу үшін де, болмаса басқа түрлі өнерпаз болу үшін де ең алдымен білім керек. Өмірден сыйлықтарды күткенше, өміріңізді өзіңіз жасайтын уақыт келді. Кеме портта тұрса, қауіпсіз болатыны белгілі, бірақ ол портта тұру үшін жасалмаған. Ағысқа қарсы жүзгенде ғана ең биік жетістікке жетесіз. Барлығы да өтеді, бұл әлемдегі ең шынайы ақиқат. Адам дүние есігін анадан туған кезде ғана бір-ақ рет ашпайды. Өмір адамды қайта-қайта жаңадан тууға мәжбүрлейді. Өздерін бақытсыз адам деп есептейтіндер, бақытқа жетуге сәл-ақ қалғанда шыдамай кетіп қалған адамдар. Жеңіске сенген кезде сен жеңесің, өйткені жеңіс саған сенеді. Мені жетістікке бола құрметтемеңдер, құлаған жерімнен қайта тұра алғаным үшін бағалаңдар. Өзіңе ұнаған кәсібіңмен шұғылдансаң,
өз ұлтыңның туын көкке көтере алсаң, бақыт деген осы. Адам бұл дүниедегі қонақ, оның өмірі өткінші, сондықтан ол артына жақсы ісі мен жақсы сөзін қалдыруы керек. Әйел еркектен кейін өледі, өйткені үнемі кешігіп жүреді. Семіз әйел болмайды, тар киім болады. Егер сіз адамды танығыңыз келсе, ол туралы басқалардың айтқанын тыңдамаңыз, оның басқалар туралы айтқанын тыңдаңыз. Бақытты іздеп табамын деп, байбалам салмай-ақ қойыңыз. Өйткені бақыт деген сіз. Тек оған жету үшін барлық қырыңызды танытуыңыз керек. Жайлы ортадан шыққанда өмір басталады. Өмірде бақытты болуыңыз ойыңыздың сапасына байланысты. Сізді екі нәрсе анықтайды. Ештеңеңіз жоқ кезде танытқан сабырлық және бәрі бар кездегі көз қарасыңыз. Бір есік жабылса, басқа бір есік ашылады. Бірақ біз көбінесе жабық есікке ұзақ қарап тұратынымыз үшін қай есік ашылғанын байқай алмай қаламыз. Қуаныш пен тыныштықты ұрлайтын 3 тұзақ бар. Өткенге өкіну, болашақты уайымдау және бүгінге шүкіршілік етпеу. Ештеңеге қарамастан үйлен. Жақсы әйел түссе, бақытты боласың. Жаман әйел түссе, ойшыл боласың. Жүрген жеріңізде шама шарқыныңызша игі іс жасап жүріңіз. Себебі бұл істеріңіз жиналған кезде әлемді мейірімге бөлейді. Құрметті көрермен, ана тіліміздегі арнаны қолдай отырыңыз. Қарағаныңыз үшін көп рахмет. Аман сау болыңыз.